Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бұл каналда сіздерге пайдалы контенттерді ұсынамын. Ендеше бірге тамашалайық. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Бүгін н және ң дыбыстарын дұрыс әрі оңай ажырата білудің басты тәсілдерін назарларыңызға ұсынамын. Бірінші тәсілі, н және ң дыбыстарының дыбысталуына мән беріңіз. Н және ң дыбыстары үнді дауыссыздар. Ң дыбысы н дыбысына қарағанда сәл ыңылдап шығады. Н дыбысын айтқанда тілдің ұшы тіске тиеді. Жоғары тістің артына тоқталады. Ң дегенде тіл ұшы жоғары қарайды, үн мұрыннан шығады. Келесі тәсілі, ы дыбысының көмегімен дыбыстарды оңай ажырату. Н дыбысын айтқанда н-дан кейін ы дыбысы қосарлана естіледі. Мысалы, н. Бұл жазылу бойынша емес, естілу бойынша н. Ң дыбысын айтқан сәтте ы дыбысы ңның алдынан естіледі. Ендеше дыбыстап көрейік. Ң. Демек, ы дыбысының көмегімен дыбыстарды оңай ажырата аламыз. Келесі тәсілі. Ң әріпі ешқашан сөздің басында жазылмайды. Ң дыбысы сөз ортасында және соңында кездеседі. Мысалы, жаңа, аң, таң, заң, жаңалық, тағы басқа. Осындай сөздерді есте сақтап алу қажет. Тілімізде олар аса көп емес. Алайда барлық сөзде емес, сол сөздің түбірін ғана жаттап алсаңыз тиімді. Яғни, бір түбірден өрбеген сөздердің мағынасы бірдей болмағанымен дыбысталуы бірдей болып келеді. Мысалы, жаңа, жаңалық, жаңаша, жаңашыл, таң, таңғы, таңертең, таңба, таңғажайып, таңда, таңдау, тағы басқа. Төртінші тәсіл. Қазақ тілінде кімнің ненің деген сұрақтарға жауап беретін сөздер ң әрпімен жазылады. Мысалы, адамның, әкенің, ананың, әлидің, менің, сенің, сіздің, оның, біздің. Бұл сөздер кімнің деген сауалдарға жауап береді. Отанның, табиғаттың, гүлдің, үйдің. Бұл сөздер ненің деген сұраққа жауап береді. Демек, кімнің ненің сұрақтарын қою арқылы есте сақтап ажыратуға болады. Ң дыбысы қазақ тілінде сөз басында кездеспейді. Ң дыбысы бітеу буында анық естіледі. Мысалы, ел таңба, қаңбақ, заңдылық, қоңыз, шаңғы, жаңғақ, қайың. Осы әдісті де есте сақтағанымыз абзал. Келесі кезекте сөздерді салыстырайық. Н мен ң дыбыстары өзгергенде сөздің мағынасы да өзгереді. Өйткені н мен ң екеуі екі басқарып, екі басқа дыбыс. Мына сөздерге мән берейік. Мен, мен. Яғни мен адамның терісінде туа біте немесе жүре пайда болатын дақ. Сен, сең. Мысал үшін, өзендерде сең жүре бастады. Википедиядан алынған мәлімет бойынша, сең жүру дегеніміз өзен мен көлдің бетіндегі мұз кесектерінің, ағыстың, желдің, судың температурасының әсерінен қозғалуы. Оны сең жүру деп атаймыз. Он, оң. Мысалы, оң жақ, оң жағында, оң қол деген сияқты. Күн, күн. Енді күн деген сөзге тереңірек тоқталайық.
Мысалға, атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды. Анадан қыз туса, күң болам деп тумайды. Ұл мен қызын жатқа, құл мен күң етіп отыра алмайтын елміз. Бұл әйгілі Қазыбек бидің сөзі. 14 жасында Қазыбек би Тәуке ханның белгілі би батырлары бастаған елшілігін ілесіп, алғаш рет Қалмақ қоңтайшысына барған екен. Қылышынан қан тамған Қалмақ хан алдында дат тақсыр деп алға шығып айтқандағы сөзі. Атадан ұл туса, құл болам деп тумайды. Анадан қыз туса, күң болам деп тумайды. Ұл мен қызын жатқа, құл мен күң етіп отыра алмайтын елміз. Келесі сөз шын. Шын, ақиқат деген мағынада шың. Биік шың. Биік шыңдарды бағындырып деп жатамыз. Шың дегеніміз тау жотасының, массивінің немесе жеке тау басының ең биік жері. Википедиядан алынған мәлімет бойынша. Құрметті оқырмандарым, біз сөздерді салыстыра отырып, н мен ың дыбыстарын дұрыс ажырата білудің тағы бір тәсілдерімен таныстық. Және сөздердің мағынасына терең мән бере отырып, қанатты сөздерді және Википедиядан алынған мәліметтерді келтірдік. Сөз соңында алынған тәсілдерді қолдана отырып, бірге қайталап, тілді жаттықтырамыз. Маң-маң басқан, маң басқан, шудаларын шаң басқан, төрт аяғын тең басқан, екі өркешін қом басқан. Бұл жерде ың дыбыстарының айтылуына, жасалу жолдарына назар аударайық. Маң-маң басқан, маң басқан, шудаларын шаң басқан, төрт аяғын тең басқан, екі өркешін қом басқан. Бұл әрине түйе. Құрметті оқырмандарым, бүгін біз сіздермен н және ың дыбыстарын дұрыс ажырата білудің оңай тәсілдерімен таныстық. Бұл бейне сабақты бірнеше мәрте көріп, аталмыш тәсілдерді өмірде қолдана білсеңіздер, кәдеге жарайды деген сенімдемін. Назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.